Нөмір 1326 ЭКГ 6,13 ОС экскаваторының жұмыс істеп тұрғанына 50 жылдан асты. Паспорты бойынша ол 1974 жылы шыққан. Аршу және үйінді жұмыстар учаскесінің бұл еңбекқоры жасына қарамастан бүгінде тұрақты жұмыс істеп қана қоймай, кәсіпорындағы үлгілі техникалардың бірі саналып отыр. Компания басшылығы техниканың жай-күйін пайдалануға деген дұрыс көзқарастың көрсеткіші ретінде атап өтіп, бірнеше рет жоғары баға берді. Бұл нәтиженің артында тек уақытылы жасалған жөндеу жұмыстары ғана емес, ең алдымен өз ісінің кәсіби мамандарының қажырлы еңбегі тұр. Экскаватор машинесі Болат Шөпбаев бұл машинада жақында ғана жұмыс істей бастаса да, техникаға қызмет көрсету мен оны күтіп ұстауда тәжірибесі жеткілікті. Өйткені ол бар саналы ғұмырын көмір саласына арнаған. На этом экскаваторе я буквально Осы экскаваторда менің жұмыс істеп жүргеніме 2,5 жылдай болды. Бригада ұжымы жақсы, тату. Егер бір апаттық жұмыстар болса, бәріміз жұмысқа шығып, жұмыла атқарып тастаймыз. Сол маған ұнайды. Бірігіп, жөндеуді жүргізіп тастаймыз да, жақсы көңіл күймен жұмысқа кірісеміз. Менің міндеттерім ауысым алдында экскаваторды қарап шығу, яғни генераторларды, электр қозғалтқыштарын, тежеу жүйесін, дыбыстық белгілерді тексеру. Сонымен бірге экскаватор жұмысы кезінде шөміш радиусында машинист көмекшісі болып қалмауын қадағалау. Бұдан басқа экскаваторды басқарып, тау-кен жыныстарын вагондарға артуда менің міндетім. При управлении принимаем вот здесь вертушки. Ондаған жылдарға созылған пайдалану кезінде экскаватор түрлі кезеңдерден өтті. Күрделі жөндеу 2000 жылы жүргізілді. 2023-2024 жылдары авариялық қалпына келтіру жұмыстары атқарылды. Бұрылмалы торап жаңартылып, негізгі элементтер ауыстырылды, кабина жөнделді. Алайда тұрақты жұмыстың негізі бір реттік жөндеулер емес, техниканы күнделікті күтіп ұстау. В обслуживании входит смазка ежесменная, ковш обязательно. Қызмет көрсету барысында күн сайын майлаймыз. Шөмішті, ершікті мойын тіректі, орталық шет мойынды, аунақшалы дөңгелекті майлаймыз. Аунақшалы дөңгелек және тіс тегершік бізде жаңадан орнатылған. Олардың бәрін қарап майлап отырамыз. Бір ақаулар, сызаттар болып қалмады екен деп тексереміз. Смотрим трещин, чтобы не было на рельсовом круге. 1326 деп нөмірленген ЭКГ машинистің көмекшісі Александр Николаев өз машинасын мақтан тұтады және оған қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды регламентке сәйкес адал атқарады. Это машина 74 года, у нее состояние. Бұл машина 74 жылғы, соған қарамастан техникалық жағдайы жақсы деп есептеймін. Бригада оны жақсы қарайды, ешкім одан бас тартпайды. Барлық майлау жұмыстарын уақытында атқарамыз. Ешқандай шиқыл да, бұзылу да жоқ. Бәрін уақытылы жасаймыз. Біздің экскаватор 74 жылға болса да, қазіргі шөміштің сыйымдылығы 12-15 текше метр болатын экскаваторлардан еш қалыспайды. Артатын жүгіміздің салмағы да бірдей болып жатады. Олар 4000 тонна артса, бізде 4000 тонна артамыз. Бірақ біздің экскаватордың шөмішінің сыйымдылығы оларға қарағанда аз болғандықтан жұмыс 2 есе артық орындалады. И этот ресурс экскаватора в 2 раза больше выполняется. ЭКГ экипажы бригадирі Марат Түсімбеков атап өткенде, экскаватор үйіндінің күрделі жағдайларында жұмыс істейді. Әрдайым болып тұратын жел, шаң-тозаң, сазды массалар мен жауын-шашын бір ауысымнан кейін-ақ техниканы мұқият тазалау қажет болады. Сондықтан тазалау жұмыстары жүйелі түрде әр ауысым сайын жүргізіледі. Сонымен қатар сырлау, тексеру және сұяқ-түйек жақсарту жұмыстары да жоспарлы түрде атқарылып тұрады. Жақсарту жұмыстарының басым бөлігі бригаданың өз күшімен орындалады. Всегда работаем сообща. Біз әрқашан бірлесіп жұмыс істейміз. Ақыл кеңесімізді аямаймыз. Бір-бірімізге көмекке келуге дайын тұрамыз. Оның үстіне бір-бірімізге қарап отырамыз. Қауіпті өндіріс болғасын, бұл жерде басқаша болмайды. Опасное производство. Нөмір 1326 ЭКГ экскаватордың тарихы бұл жұмысқа жай ғана емес, одан да жоғары құндылық ретінде қарайтын адамдардың тарихы. Мұнда еңбек бағаланады, бір-біріне қолдау көрсетіледі және егер техниканың артында жауапкершілік, тәжірибе және нағыз командалық жұмыс тұрса, тіпті ең кәрі машинаның өзі сапты қала алатынын күн сайын дәлелдеуде. Негізгі құпия да осында, темірде емес, оған жан бітіретін адамдарда.